Бүгінгі видеода «Игра в кальмара» 2 сериалы бойынша сұрақтар болады. Барлығы 28 сұрақ. Табуға 10 секунд беріледі. Қанекей сен «Игра в кальмара» сериалын жақсы біледі мекенсің? Осы видеода тексереміз. Ал мен достар, бастаймын. Қанекей достар, бірінші сұрақ. Бұл қандай ойын екенін білесіңдер ме? Дұрыс, бұл красный свет, зеленый свет. Мына кейіпкердің атын білесің бе? Таныс. Келесі сұрақ. Мына ойынның атын білесің бе? Третий лишний. Басты кейіпкер қандай номер алды? Дұрыс, басты кейіпкер 456 номерді алды. Өзіне бір сыйлық таңда. Бұл қыз ненің кесірінен өлді? Ара. Бұл қызға не болған? Дұрыс, бұл қыздың аяғы ауыр. Мына суреттен бір айырмашылық тап. Дұрыс тапқан шығарсың, ол міне. Бұл қыздың номері қандай? Екі жүз 22. Таныстың номері қандай? Екі жүз 30. Таныс кімнің қолынан өлді? Үш жүз 33. Бұл кім екенін білесің бе? Дұрыс, бұл 333 ойыншы. 333 танысты немен өлтірді? Вилка. Қайсысын таңдайсыз? Бұл кейіпкер қандай жақтан мықты? Автомат ату. Ойындар қай елде өтті? Оңтүстік Корея. Бір айырмашылық тап. Дұрыс, ол мына жерде. Бұл қандай ойын?
Шестиногий пентатлон. Бұл кейіпкер басты кейіпкерге кім болып келеді? Досы. Игра в кальмара 2-де ең бірінші болған ойын қайсы? Красный свет, зеленый свет. Ойынды жеңген үшін қанша ақша береді? 45 миллиард вон. Бірінші ойында ойыншыларға алаңды кесіп өту үшін қанша уақыт берілді? Дұрыс, 5 минут. Суреттен бір айырмашылық тап. Дұрыс, мына жерде ауыз жоқ. Екінші ойынның негізгі ұйымдастырушысы кім болды? Хван Инхо. Вербовщик баспанасыз адамдарға қандай таңдау берді? Булочка немесе лотерейный билет. Бір айырмашылық тап. Ойынға шақырған карталарда қандай символдар болды? Барлық 3 символ. Барлық ойыншыда ортақ не болды? Дұрыс, ол қарыз.